осы отырып ойнау волейболмен 2011 жылдан бері шұғылданып келе жатырмын бүгінгі таңға шейін. Аяғыма ауыра бастады. Арнайы диагноз қойылды, сарком деген, ол бүгінде қатерлі ісік қой енді. Егер осындай аяқ кесілетін болса, мен ары қарай өмір сүрмеймін деген. Ол кезде жаспыз, өзің қатарлы жастар көшеде қыдырып жүргенде сен әрине төрт қабырғаға қамалып төсекте жатқан әрине өте ауыр кездер болды. Енді отыр едім автобуста, бір жастау кісі кішкене ұрысты да, мана нағып отырсың, аяқ қолың балғадай болып, неге орын бермейсің, қазіргі жастарда вообще ешқандай сана жоқ, ешқандай тәрбие жоқ деп. Орын бердім, ана ит мені қапты екен деп, оны қалса мені адамды қасиетін қалады дейді. Өте тәжірибелі, өте білікті ойыншылар енді бүгінгі таңда. Тек қана Алла